Ассалаумағалейкум, тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз еврей халқы, яғни соңғы жағдайларға байланысты еврейлер жайлы шығарғым келді. Жалпы неге араб пен еврей бір-бірін жек көреді, бұндай қақтығысқа айналып келді деген. Және де бұған Сталиннің не қатысы бар? Қазіргі Украина президентінің Зеленскийдің де. Жалпы әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, ойларыңызды білдіріп, үлкен қолдау жасайсыздар каналға. Әлемде еврей халқын ең ауыр тағдырлы, қиын талай жағдайларды басынан өткізген халық деп айтайды. Ол еврей халқы бастамасы негізінен Вавилон, яғни мұнарасын тұрғызу деген аңыздан басталады. Сол кезде еврей халқының атасы әрі пайғамбар адам қатыспай кетіп қалады шөл далаға. Одан Авраам деген пайғамбар шығады. Яғни Авраам пайғамбар негізі екі ұлттың әкесі болып табылады. Қазіргі арабтар мен еврейлердің, яғни олар екеуі де ағайынды адамдар. Ибрахим мен Исаак туады. Ибрахимнен арабтар, Исаактан еврейлер. Исаак кейін үлкен ел болып шөл далада тұрып өмір сүру қиындағасын қазіргі Египет, Мысыр еліне, сол кездердегі фараондардың еліне барып, ауыл шаруашылықпен айналысып, жақсы табыстар тауып, өте ықпалды ұлт болып өкілі болады. Бірақ сол кездердегі Египет халқы қарсы шығып, олардың беделін түсіріп, кейін құл қылып жұмсайды. Яғни содағы Египет елдеріндегі пирамидалар салуына құл болып, кейін пайғамбар Марисидің оларды бодан етіп, қазіргі Иерусалимге алып келеді. 40 жыл бойына шөл даланы кезіп, яғни 40 жыл неге кезді деген мақсат ғалымдардың айтуы бойынша, ойы бойынша, яғни сол жердегі 40 жылдың ішінде Египетте құл болғаны ұрпақ өліп, жаңа ұрпақ бостандық алған, бодан өмір сүрген ұрпақ алып келеді, әдейі құлдық сананы өлтіру үшін. Сонымен қазіргі Иерусалим жерінде еврей халық пайда болады. Одан сол жердегі филистимдер халқымен ұзақ соғыс болады. Сол соғыста еврейлердің Давид, яғни аңыз бар, Давид пен Голиаф жайында. Сол Давид патша болып тұрған кездері филистимдерді жеңіп, үлкен ел құрып, және Иерусалим қаласын салады. Кейін оны үлкен әсем қылып салатын Соломон патша. Еврейлердің жағдайы мүшкіл болатын, Рим империясының келуі территориясына, Рим үстемдігін алып, Римнің қол астына кіреді. 3 рет үлкен көтеріліс болғаннан кейін ызаланған Римдік империясының әскерін алып келіп, бүкіл римдіктерді құл қылып, барша Рим империясының территориясына шашып жібереді тарыдай. Яғни бүкіл еврейлер сол кездердегі батыс бүкіл Европаны басып отқан Рим империясына құл болып тарыдай шашылады. Солай Европаға бүкіл еврейлер келеді. Еврейлер, яғни қанша тарыдай шашылып жүрсе де, өзінің дініне, өзінің әдет-ғұрпына не болады? Берік болады. Жалпы дінге келсек, иудаизмді, исламды және христианды авраамикалық діндер дейді. Яғни жаңағы айтып кеткен Авраам пайғамбардан бастау алғасын. Иудаизм діні негізінен деректерге қарағанда Хазар қағанатында да ол мемлекеттік дін болып шамалы уақыт болған. Яғни сол кездердегі Рим империясынан қашқан еврейлер византиялық, кейін осы Хазар қағанатында өмір сүрген деген жазбаларда кездеседі. Рим империясының арқасында бүкіл Европада өмір сүрген еврейлер үлкен қысымға, орта ғасырларда да оба ауруына алып келген осы еврейлердің кесірінен деп қыспақ қалып, оларды қуып елдерінен бір елден екінші елге дейін қашып жүрді. Сондықтан олар үнемі қиындықтар көргендіктен жаңа елге, жаңа жерге, жаңа қалаға бейімделу үшін олар үнемі білім алып отты, бір-бірімен тығыз байланыста отты. Сондықтан да қазірде әлемнің бай елдері, бай адамдардың тізімінде 30-40% еврей халқынан, және де әлемдегі ғылым және ғалымдар Нобель сыйлығын алғандардың кемінде 40-45% еврей ұлтты өкілі болып табылады. Орта ғасырда батыс Европадан қысым көрген еврейлер шығыс Европаға қарай қашады. Сол кездердегі ең жақсы жағдай жасаған, яғни Польша мен Украина елдері ол кезде бір ел болып саналды, яғни Речь Посполита дейді. Сондықтан бүкіл еврейлер батыстан шығысқа қашты. Сондықтан қазірде еврейлердің көптігі Украина мен Польшада қазір соншалықты көп емес, ол екінші дүниежүзілік соғыстың кесірінен. Ал Польшада кейін Украинада көптігі жақсы жағдай болғандықтан бәрі осы Речь Посполитаға қашты. Бірақ Ресей империясында шектеу болды, тек қана оңтүстік жаққа ғана қоныстануға рұқсат етті. Сондықтан бәрі де Украина территориясына қоныстанды. Мәскеу мен Петербург қаласына мүлдем тыйым салды. Кейін саудагерлер, қолөнершілер және жоғары білімі бар адамдарды ғана рұқсат берді тұруға. 19 ғасырда санақ бойынша Ресей империясында 5 миллионнан астам еврейлер өмір сүрді. Еврейлер мемлекеті пайда болу бірі, яғни
20 ғасырдың басында еврейлердің бастары қосылып, Палестина жерінен жасырын жерлер сатып ала бастады. Яғни олардың діні және Палестина еліне қайтқысы келіп, басында ең жаман жерлер, шөл жерлерді арабтардан сатып ала бастады. Кейін түсінген арабтар еврейлерге тыйым салды, бірақ сонда да парамен сол кездердегі Осман империясының шенеуніктері тығыла ақша үшін сата бастады. Өз жерін аңсамағандар Америка құрама штаттарына кетті. Қазірде де ең ықпалды адамдардың бірі және ұлт өкілі болып саналды еврейлер Америка құрама штаттарында үлкен корпорация мен компаниялардың иегері. Соның бірі айта кетсек, Фейсбуктың бір іргетасын қалаушы Марк Цукерберг сияқты және көптеген адамдар, ғалымдар бар. Яғни қазіргі Зеленскийді айта кетсек, ол еврей өкілі. Жалпы солай Украинадағы еврей халықтардың пайда болуы деп айтуға болады. Бірінші дүниежүзілік соғыс, яғни үлкен күйреуге алып келді Еуропа елдерін. Сондықтан бұрынғыдай шектеулерді алып тастады. Неміс елдерінде емін-еркін сауда-саттықпен және біліммен үлкен шенеуніктерге айналды. Еврейлер банктер ашты. Сол банктер ашқаның бірі Ротшильдтер семьясын айтуға болады. Әлемдегі ең бай адамдар болды. Қазіргі қаржы саласын және қаржы системасын ойлап тапқан адамдар деп айтуға болады. Бұрын негізі орта ғасырларда көп нәрселермен айналысуға тыйым салғандықтан қарызға ақша беру және пайыздық үстемақы көру деген осы еврейлерден бастау алады. Екінші дүниежүзілік бастамас бұрын және Адольф Гитлердің билікке келген кезде ол да түсінді, көптеген еврейлер неміс елінде ықпалды, әлі бай. Сондықтан экономиканы көтеру үшін көптеген себептермен халықты еврейлерге қарсы қойып, көп мүліктерін және компания банктерін тартып алып, қашалған адамдар қашты, қашпағандары қоныс лагерлерде қырғынмен 15 миллион еврейлерден жалпы Европадан содан жартысы өледі, 6-7 миллионы. Екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен кейін жалпы еврейлер, сол кездердегі тірі қалған еврейлерді ағылшын флоты 200 мыңдайды өзінің сол кездердегі Палестина негізі отары болды. Сол елдерге апарады арабтардың қарсылығына қарамастан. Солар бастары бірігіп қайта Палестинада өзінің елін құруға күш салады және оны Сталин қолдайды. Әрине сол кездердегі араб елдерінен америкалық компаниялардың мұнай өңдеп араб жалпы мемлекеттермен жақсы болады. Америка сол құрама штаттары саясатпен, яғни қиыр шығыста өзінің саясатын жүргізу үшін және бір-бірін айдап салу үшін Сталин сыртқы істер министрі Громикоге тапсырма береді, яғни Израиль елін біріккен ұлттар ұйымында қолдау жасап өз елін құруына Палестина территориясында деп. Сондықтан басқа елдерді ойламаған жерден бәрі де қолдап 1948 жылы Израиль елінің іргетасы қаланады. Қазіргі солай еврей халқы өз мемлекетін алуға құқық алады. Бірақ келесі күні бүкіл араб елдері Израиль құрылған қалаларға шабуыл жасайды. Жалпы еврейлер осы 48 жылдан бері барша арабтар елінен қысыммен, қиындықпен келе жатыр, бірақ соған тойтап береді. Оның сыры бүкіл әлемде оқыған адамдардың бір жерге жиналуы, яғни білікті адамдардың. Сол көбісі екінші дүниежүзілік соғыста соғысқан адамдар, ардагерлер, соғыс ардагерлері. Олар өздерінің жалпы қалай соғысу екенін біледі. Бір айта кететін зат, Израиль елінде біздің атамыз Бауыржан Момышұлының тактикасын үйретеді. Жалпы партизандық тактиканы жақсы меңгерген табылады Израиль әскері. Өйткені ол шағын және тығыз орналасқан қалаларда көп шабуыл жасағандарға төтеп беретін армия деп саналады. Сол қақтығыста Совет одағы және Шығыс Европада, Чехословакия жерлерінде немістерден қалған көптеген қару-жарақтарды еврей халқына сатып пайда көреді және болашақта да сондай мақсатпен әдейі қолдайды. Осы уақытқа дейін еврей халқы, яғни кейінгі 5 күндік соғыс дейді, 1967 жылы, ол кезде бүкіл араб елдері американдықтар көмектеспегенсін Совет одағымен келіссөз жүргізіп, Совет одағы оларға қару-жарақ береді. Бірақ 5 күннің үлкен соғыста 5 ел мемлекет шабуыл жасайды Израильға, бірақ жеңіліп қалады, көптеген территориясынан айырылып қалады. Қазіргі қақтығыстың бір себебі деп айтуға болады, яғни қазірде Палестина территориясының 80% еврейлердің қолында, яғни израильдіктерді, ал сол 20% халқы көп арабтар екіге бөлініп қалды. Қазіргі мына сектор Газа дейді және өз үлкен Палестина болды. Үлкен Палестинада қазіргі президенті Махмуд Аббас басқарғанмен сектор Газаға оның үстемдігі жүрмейді. Оларда Хамас партиясы, яғни олар қазіргі Хамас партиясы көп елдерде
террористік деп санайды. Шынына айта кетсек, Хамас партиясы қазіргі талибандарға ұқсас болып келеді. Оның жүргізген саясаты мен халықты, сол сектор газы тығылған 2 миллион халқы бар бір шағын жердегі ешқандай адамдардың болашағы жоқ. Жастардың көбісі шарасыздықтан я қашады елден, я террорист болу және сол Хамастың үгіт насихатына еріп еврейлерді өлтіруге мәжбүр болады. Яғни еврейлер қорғанам деп олардың бүкіл болашағын балта шапты деп айтуға болады. Сондықтан бұл қақтығыс әрі қарай өршімесе басылмайды. Жалпы болашағын айырылған халық үмітсіз, ол өте қиын. Сондықтан еврей халқы мен араб елі бір туған ағайын болса да, осындай үлкен қарама-қайшылықпен өмір сүріп келе жатыр. Ал ағайын, каналды қолдап лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өз пікірлеріңізді айтып кетіңіздер және жан-жаққа таратып үлкен қолдау жасап жіберіңіздер каналыма. Бұл жай бастамасы, өздеріңіз қалаған басқа да тақырыптар болса айта кетсеңіздер, сол жайлы шығарам. Жалпы толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жалпы болашағын айырылған халық үмітсіз, ол өте қиын. Сондықтан еврей халқы мен араб елі бір туған ағайын болса да, осындай үлкен қарама-қайшылықпен өмір сүріп келе жатыр. Ал ағайын, каналды қолдап лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өз пікірлеріңізді айтып кетіңіздер және жан-жаққа таратып үлкен қолдау жасап жіберіңіздер каналыма. Бұл жай бастамасы, өздеріңіз қалаған басқа да тақырыптар болса айта кетсеңіздер, сол жайлы шығарам. Жалпы толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет.